Үнемі бір істі кейінге қалдырып жүрсіз бе? Бір нәрсе жасауға құлшынысыңыз жоқ па? Әлде уақыт жеткізе алмай жүрсіз бе? Онда сізге тайм-менеджменттегі танымал помидор әдісін ұсынамыз. Бұл әдісті кез келген саладағы мамандар, оқушылар, студенттер, тіпті үй шаруасын атқару барысында да пайдалануға болады. Помидор әдісі өз уақытыңызды басқаруға арналған қарапайым техника. Бұл әдіс уақытыңызды тиімді пайдаланып, жұмысыңызды тезірек бастауға көмектеседі. Кейбіреулер оны помодоро әдісі деп те атайды, себебі бұл техниканы 1980 жылы итальяндық Франческо Цирилло ойлап тапты. Ал итальян тілінде бұл қызыл дөңгелек көкөніс помодоро деп аталады. Помидор әдісі бірнеше қарапайым кезеңдерден тұрады. Бірінші, ең алдымен бұл әдісті бастамас бұрын бір күнге арналған тапсырмалардың тізімін жасаңыз. Екінші, тізімдегі тапсырмаларды маңыздылығына қарай бөліп алыңыз. Үшінші, интернетті, телефонды өшіріп, таймерді 25 минутқа қосыңыз. Ештеңеге алаңдамай, тізім бойынша алғашқы жұмысты бастаңыз. Төртінші, 25 минут өткеннен кейін 5 минут демалыңыз. Әрбір 25 минуттық әрекет бір помидор деп есептелінеді. 4 помодородан кейін 15-20 минуттық үзіліс жасаңыз. Помодоро әдісінің артықшылықтарына тоқталсақ, кез келген тапсырмаларды кейінге қалдырмауға және тезірек бастауға көмектеседі. Жұмыс өнімділігін арттырады. Уақытты тиімді әрі үнемді пайдалануға көмектеседі. Біртіндеп жалқаулықты жояды. Бір күнде апта соңында қаншама жұмыс жасалғанын көріп таң қаласыз. Қиын болып көрінген жұмыстардың соншалықты қиын еместігіне көзіңіз жетеді. Өзіңізге сенімділігіңіз артады. Помодоро әдісінің тағы бір артықшылығы, сіз оны дәл қазір бастай аласыз. Ал сіз қайсысты кейінге қалдырып жүрсіз? Видеоны соңына дейін көрсеңіз, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз.